Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Криштиану Роналду биылғы жылдың ең табысты футболшысы танылды. Зинедин Зидан француздық Пари Сен-Жерменді тізгіндеуі мүмкін. Ал Лео Месси жарақатқа байланысты Парижді клубтың алдағы матчтеріне қатыса алмайды. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Әйгілі итальяндық инсайдер Фабрицио Романоның сөзінше, Хамес Родригес катарлық Аль Райян сапына ауысуға жақын. Колумбиялық футболшы мен клуб өкілдері ортақ келісімге келіп, ресми келіссөздерді бастауға дайын. Өткен маусымда Хамес Эвертон жейдесіндегі 23 матчте 6 гол соғып 4 нәтижелі пас шығарған болатын. 22-ші FIFA футболшылардан жалпы рейтингтерін жариялағаннан естіген боларсыз. Бұл жайлы бөлек бейнеролик шығатын болады. Ал айта кеткіміз келгені, Килиан Мбаппе FIFA тарихында жылдамдық критериясында 97 ұпайға ие болған алғашқы футболшы атанды. Оның бұған лайықты екеніне еш күмәніміз жоқ. АС баспасының ақпаратына сенсек, испандық ойыншы Ансу Фати жарақатынан толық айығып, Леванте немесе Бенфикаға қарсы матчке алаңға шығады. Еске салсақ, өткен маусымның басында каталондық клубтан жас жұлдыз ауыр жарақат алып, біразға дейін қатардан шығып қалды. Егер Фати оралып жатса, Мадридтік Реалдың қорғаушысы Дани Карвахаль жарақатқа байланысты шамамен бір айға қатардан шығып қалды. Ал кешегі Мецқа қарсы матчы жарақатқа байланысты қатыспаған Лео Мессидің Парижді клубтың алдағы матчеріне шығуы дәл қазір үлкен сұрақтың астында. Дәл жарақатқа байланысты Почеттино оны алмастырды емес пе? Криштиану Роналдудың анасы Мария Долорес Авейро өзінің соңғы сұхбатында барлығын таңғалдырды. Мен Криштиануға оны спортинг жейдесінде көргім келетінін айттым. Мен өлгенше оның спортингке оралғанын көргім келеді дедім. Болашақта не болатынын білмеймін. Криштиану ойнамаса да кіші Криштиану спортинг сапында ойнауы мүмкін деді португалдық форвардтың анасы. Бавариядан ойсыра татылып, өз алаңында Гранаданы ұта алмаған Барселона қазір өте қиын кездерді кешуде. Жоан Лапорта жанкелерге айтқан жолдауында уайымға батпауларына көндіріп, жағдайда бір жақты қылатынына уәде берді. Соңғы кездері барлық әлемдік баспалардың сыбыстарына сенсек, каталондық клубты Андреа Пирло, Хави немесе Роберто Мартинес тізгіндеуі мүмкін. Ал қай кандидат бұл орынға лайықты, пікірлеріңізді комментарийде күтемін. Эль Чирингито баспасының ақпаратына сенсек, француздық Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттиноны орнынан клуб Реалдың экс-бапкері Зинедин Зиданды бапкерлікке тағайындауға ниетті. Еске салсақ, Леонға қарсы матчте Почеттино Лео Мессимен жанжалдасып, футболшылардың ойынына көңілі толмады. Ал басшылық бапкердің жұмысына көңіл толмаушылық білдіруде, десе де кешегі Мецқа қарсы ойында париждіктер 3 ұпай иеленді. Алтын бутсы жүлдесін атқан Роберт Левандовски басқа клубқа көшу мүмкіндігі жайлы сыбыстарға қатысы пікірімен бөлісті. Өзімді дәлелдеу үшін басқа лигада бақ сынаудың қажеті жоқ. Мен дәл сол топ клубтармен чемпиондар лигасы аясында кездесіп жүрмін. Ал Бавария топ клубтар арасында өте жақсы көрінеді деді польшалық форвард. Еске салсақ, өткен маусымда рекордты 41 гол соғып, Герт Мюллердің рекордын бұзған Леоның Ливерпульге және Реалға ауысуы жайлы соңғы күндері сыбыстар көбеюде. Әйгілі Forbes журналы 2021 жылдың ең табысты футболшылар ондығынан тізімін жариялады. Соның негізінде биылғы жылы ең көп табыс тапқан футболшы Криштиану Роналду танылды. Клубтағы айлығы мен бонустары $70 миллион құраса, жарнамалық табыстары $55 миллион құрады. Екінші орынға $110 миллион тапқан Лео Месси жайғасы, үшінші орынға $95 миллион пайда көрген Неймар жайғасты. Ондыққа шеуінен бөлек тағы Мбаппе, Салах, Левандовски, Иньеста, Погба, Бейл және Эден Азар жайғасты. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.